Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Менің есімім Надырбаев Шоқан Ермаханұлы, дене тәрбиесі пәнінен берем. Бүгінгі жаңа сабағымыз баскетбол ойыны, яғни допты қозғалыста беру. Әуелі дене жаттығуларынан бастаймыз. Басты оңға 2 мәрте, солға 2 мәрте айналамыз. 2 қол денен көлемде болады. 1 2 1 2 1 2 қолды иыққа қоямыз, алға 2 мәрте, артқа 2 мәрте аяндырамыз. 1 2 белді қолды қоямыз, оң қолды көтереміз, оңға 2 мәрте, солға 2 мәрте аяндырамыз. 1 2 қолға жаттығу жасау. Жаттығу, яғни оң қолды сол жаққа қарай 2 рет айналдырамыз, оң қолды сол қолды оң жаққа 2 айналдырамыз. 2 аяқты тізені қосамыз, қос аяқты, яғни тізеге жаттығу жасалынады. 1 2 ішке, сыртқа 1 2 Ендігі жаттығу келесі жаттығуымыз, яғни қолға жасау жаттығулар болады, яғни буындардың қол сіңірлерінің қыздыруына жаттығу жасалынады. Яғни сыртқа қарай домалдырып 2 айналдырамыз, 1 2 ішке қарай 1 2, яғни 1 2 сыртқа қарай 2. Келесі жаттығуымыз, яғни оң аяқты алға созамыз, ал сол аяқты артқа созамыз. 1 2 келесі аяққа осамыз. 1 2 келесі аяққа 1 2 келесі аяққа осамыз. 1 2 негізгі енді бүгінгі жаңа тақырыптың мақсатына келетін болсақ, жаттығудың бүгінгі допты қозғалыста беру, яғни алаңдағы шеңбердегі баскетболшының доппен жұмыс жасау, яғни бұның ережелері бекітілген, білесіздер, яғни допты алып жүгіруге болмайды. Бірінші ережесі. Екінші ережесі, допты 2 қол ұстап, яғни секіруге болмайды. Яғни бұл ереже бұзылған болып саналады. Сондықтан да жаңа тақырыбымызға келетін болсақ, допты ойынға қосқанда, яғни допты алып жүру ережелер, яғни оң соң қолмен, яғни сіз бір қадам алға немесе оң артқа қарай қадам баса аласыз. Енді допты алып жүру ережесінде допты сіз өзіңіздің қарсыластарыңызға допты бересіз, яғни допты бергенде сіз жерге ұрып бересіз. Немесе кеуде тұсына қарай, ол допты қабылдағанға өзінің қозғалыс техникасымен допты беру әдісіне қарай, яғни өзінің ұрымтал жері солай. Яғни сіздің допты командалық ойыншыңызға бергенде допты ол қабылдау кезіндегі алаңдағы ұрымтал, яғни ашық жерді допты қабылдау қажет. Негізгі бөлімдегі қозғалыс техникаларына келетін болсақ, енді допты алып жүру ережесіндегі, яғни қарсыласың сіздің 2 шабуылдаушы келетін болса, яғни сіздің 2 шабуылдаушыңызға допты қалай әдіс тәсілмен бересіз, яғни өзіңіздің техника 2 қолды алға жазып, оң қол соң қолмен жұмыс жасап, сіздің қарсыласыңызға келген немесе шабуылдаушы сіздің алдыңызға келген қозғалып, айла тәсілмен немесе оң жақ қарай бағытпен, немесе сол жақ қарай бағытпен допты беруге болады. Енді келесі жаңа тақырыбымыздың мақсатына келетін болсақ, допты жаттығудағы дене қыздыруында толыққанды қыздыру, оның мақсаты, яғни басты міндет болып табылады. Енді толық кез келген допты таңдап алған спорт түріндегі, мысалы өздеріңіздің жаттығу түрлеріңіздегі кез келген қыздыру арқылы басталады. Сондықтан да бұл жаттығу түрі маңызды болады. Кез келген жаттығу алдын дайындалғандарыңыз өзіңізге міндет болып табылады. Ендігі допты алып жүрудегі немесе кез келген мысалы допты қозғалыста берудегі техникаларыңызды жетілдіру, бұл үй тапсырмасы болып келеді сіздерге. Үйде жаттығуды допты қозғалыста, яғни қабырғаға допты өздеріңізге әуелетіп беріп, немесе допты жерге ұру арқылы допты үйде жаттығу жасасаңыздар болады. Әрине ол өздеріңіздің төзімділіктеріңіз, шыдамдылығыңыз, 2 доппен қолды доппен лақтырудағы техникаларыңызды жетілдіру болып табылады. Ол өздеріңізге доппен жұмыс жасауға пайдасы бар.
Бүгінгі жаңа тақырыбымыз осы. Құрметті студенттер, қосымша сіздерге тағы мәлімет беретін боламын. Жақсы сау болыңыздар.